Жау қуғандай ауа көштік. Қожа қызының тал бойындағы мінді ойлап, талай-талай ұйқысыз түндер өткізетін. Бұйрықты күндерінің балын да, зәрін де татып, таласып тартысып жүрген шақшадай басы шарадай боп, титімдей ғана нәрсеге әңкі-тәңкі болар деп ойлап па еді. Кейде Ардақтың көзі ұйқыға бата бергенде, «Қатын-ай, ұйықтап қалғанбысың? Әй, қара басқырай, күндіз түні қалғып кеп жүргенің. Ұйқыдан басқа бітірерің бар ма түге? Анау қызыңның болашағын ойламаймысың?» деп бұлқан-талқан болар еді. Ондайда еруліге қарулы боп, шалының ырқына жығылмаса, құлағынан маза кетпейтінін білетін әйелі. Ақырын, Ардақты оятасың деп, қайтадан үнсіз қалатынның. Қатынының дым сезбей жатуы қожаның одан әрі шамына тиіп, бүйірінен шынтағымен нұқып жіберерде, «Маубас, қызыңды бай алмайды» деп шаңқ етіп іргеде жатқан шалбарына жармасатын. Жаңа ғана көзі іліне берген әйелі селк етіп, шошынып оянып, шашы дудырай ол да өре түрегелетін. Сосын бір-біріне ақылшы боп қайта жатысатын. «Түу, әп-әдемі түс көріп жатыр едім. Ой, түсіңді ұрайын». Екеуі біразға дейін үнсіз жатып, «Ой, кемпір, қалай болған күнде де қамсыз отырмайық. Ардақтың жасау жабдығын ыңғайлай жүр» дейтін қожа. «Әкеңнің аға болмайды, қасқыр болды ғой. Шалабай мен Далабай, қожаның қызы сақау» деп, алты алашқа сауын айтып адақтап шығыпты. Сол жылы келгенде үйде қондырмай, қамшының астына алып айдап салуын керек еді. «Сен емеспісің, өз қаның, ағайыннан безіп қайда барамыз» деп қылымсып қалған. «Әй, естимісің? Егер ел-жұртқа қатын өсегін таратпаса, баяғыда көшіп барар едім-ау». Бұл кезде әйелі жеңіл ғана тыныстап, пыс-пыс ұйықтап жататын. «Ой, ұйқыда басың қалғыр. Әй, ит-ай». Сонау бір жылдары жазда үлкен ағасы Шалабай арғы беттегі ауылға әйелін төркіндетіп бара жатып, жол үстінде болған соң қожаның үйіне түскен. Көп жылы бойы көріспеген ағасының қылықтарын әлі де ұмытқан жоқ еді. Әсіресе шешесі қайтыс болғанда естісе де дым сезбей жатып алуы бұрынғыдан бері бұғып жүрген кек отына май боп құйылды. «Ассалаумағалейкум» деп сумаң ете қалған шоқша сақал Шалабайдың сәлемін ернін жыбырлатып алған болды да, есік көзінде не әрі не бері жоқ состиып тұрып қалған ағасына міз бақпай шаншыла қараған. Аңқылдақ әйелі ғана «Үйбай-ау, үлкен қайнаған келіп қалыпты ғой, төрге шығыңыз» деп жуып-шайып Ардақпен дан құрдас ұлының бетінен сүйген. Бұдан кейін қожаны ымдап далаға шығарып алып, таспен атқанда аспен ат деген қайтесің, егесіп, өз қолыңды өзің кесемісің, қонақ етіп жіберейік, енімнің әруағы риза болсын деп ақыл қосқан. Қожа жібіді. Өрісте жүрген малды қайырып кеп, тоқтылардың бірін ұстап, «Ал аға, ықылас білдіріңіз» деп Шалабайды қатты ұялтып еді. Шалабайдың ұлы Ардақпен тез тіл табысты. Бірін-бірі қуып, жасырынбақ ойнаған Ардақ, «Ыстықтап кеттім, Аймас, суға түсейік» деген соң, екеуі бірдей тырдай жалаңаш шешініп көлге шомылды. Көлге шомылып жүріп, осынау қаршадай қарауылдан адамдар әйел-еркек болып екіге бөлінетінін, өзінің қыз Алмастың ұл екенін түсінген. Адалбақанда ілулі тұрған 12 өрімді қамшы Шалабайды қатты қызықтырып еді. Шаншылып көп қарады. Көз құрты жыбырлап болмаған соң, үйде ешкім жоқ оңаша сәтті аңдып отырды да, екі бүктеп лып еткізіп саптамасының қонышына тыға салды. Шалабай інісінің ықыласына риза болып аттана бергенде, Ардақ Алмасқа «Аймас, тағы кейіп түй, шуға түсіп ойнаймыз» деген. Атына енді ғана қонған Шалабай қыз тіліне таң қалып, «Қожа, Ардақ сақау ма?» деді. Қапелімде не дерін білмей сасқалақтап қалған қожа «Жоқ, өзі еркелеп сөйлейді» деп қызарақтай жауап берді. Бірақ Алмас әкесіне сақауланып сөйлейтінін, тіпті өзінің қыз екенін білмейтінін айтып қойды. Шалабай мырс-мырс күліп, «Бәлем, бар күйікті осы ерке қызыңнан тарттырамын» деп атын бауырына тартып жіберіп, борт-борт желе жөнелді. Осыдан бір ай өткен соң қожаның жалғыз қызы Сақау екен деген лақап бүкіл аймақты кезіп жүрді. Қожа ағасын оңаша бір жолықтырудың ұрымтал кезегін күтіп, іші қара қазандай қайнады-ау. Оның да сәті түсті. Өткен жылы күзде қожа торшолағын тағалатып алмақ болып, Жәкібай ұстаға шыққан.
2 күннен бері қарлы жаңбыр сабалап тұрған. Түс әлетінде беті қайтып, күннің көзі жылтыраған соң, бұдан былай қара қатаққа айналып, мүлден тобан аяқ болып қалармын деген қауіппен атқа қонды. Тау асып, ащы шектей шұбатылып жатқан жалғыз аяқ жол тайғақ жүруге жайсыз. Бұлттың жыртық-жыртығынан жылт етіп сығалап қап тұрған күн сәулесі 2 тәулік жауған нөсерге малшынған жерді дегдете алған жоқ. Әлі де айран ботқасы шығып, терлеп тепшіп жатыр. Ауа салқын. Теріскейден сыбызғылап сызды жел еседі. Кәрі теректің ұшар басында бір топ қара қарға қысты қалай қарсы аламыз деп мәжіліс құрысып отыр. Бұтақ-бұтақтың басында әлі де ілініп тұрған сарғыш жапырақ. Күз желі ызыңдаған сайын әлсіз өлімсіреген үн шығара қалтырайды. Қожа күз күнінің лайсаңдығына қабағын кіреукелендіре қарап өтті де, жел жылмағаған шапанының етегін қымтана түсті. Мынау ұңғыл-шұңғылы мол тау ішінде соқтырмасы көп соқпақпен тек өзі ғана сапар шегетін. Жарты ғасырдан асқан ғұмыр ішінде бір-ақ арман, бір-ақ мақсаты болыпты. Дүние өртеніп бара жатса да, парық қылмайтын саспастығы тек соңғы жылдарда шілдің қиындай пышырап бопсалана бастаған. Өне бойы тірі пендеге жалынышты боп көрген жоқ. Табан ет маңдай терімен ел қатарлы тіршілік құрып келеді екен. Жә деген қызуы мол, қызықты әрі думанды шақтары болмағанымен, әттең-ай деп сан соғар өкініші де көп емес. Ол ертеңін ойлап, әсте де бас қатырмайтын. Бүгінгі дастарханның қамы мен ауласынан аспайтын күйбеңі зор іске бағышталмай, асыл арманды арқандаулы аттай шырғалып ұстайтын. Ол тіпті мынау тарбағатай тауының ұшы-қиыры бар ма? Ана өзен қайда құяды? Қазақтан өзге жұрт Шалабай мен Далабайдан басқа жауы бар ма? Қай-қайсысын сана сарабына салып көрген жоқ. Бұл пәнеге келіп кеткен ауыл аймағы болмаса, өзге жұрт білмейтін, есіне түскен сайын бұл да бұйығы тартып, керең өтуді мақсат тұтқан. Оның ішкі есебі де осы. Ол көп ойланды. Не үшін ғұмыр кешіп жүргенін, неге талпынып, алғы күндерінен қандай үміт күтетінін білмейді. Бұғанасы бекіп, ат жалын тартып мінгелі көргендері мен түйгендерін зердей елегіне салып екшеп көрген емес. Екшесе де дені мен қарамағын ажыратып ала алмайтын. Төй иенге бүйі тигендей бүліне көшіп келуі әсте жетіскендіктен емес-ау. Өз ел, өз ағайынның шымшылай берер қысастығынан. Еруліге қарулы болғысы келмей, бір жола пәстеніп жеңілгендей боп аттанған. Бірақ ол кімнен жеңілгенін, неге жеңілгенін және білмейді. Көкірегін шоқтай қарып жүрген ыстық өкініш бар. Оны сумен де, умен де сөндіре алмайды. Қайта шыжылдатып қуырған сайын шиыршық атап ширай түсер. Көр көкіректе шер жоқ, шеменделген уайым бар. Ел жұртын сағынбайды дейсің бе? Ақшоқының үстіне шығып алып, ертеден қара кешке дейін көз сата ұзақ телміретін арғы бетке. Бұлдырап мұнартқан қапсағай таудан өзге еш нәрсе шола алмай, мысы құрып, зәрезап күйде қайтып оралушы еді үйіне. Жалғыз үй, ауыл емес, өз баспанасы өзін тағы зәрезап етер. Ол құлақ етін жер қаңқу-саңқу сөзден ғана қашаң тартпаған. Қалың тобыр бар жерде болмай қоймайтын, жамандық атаулыдан безген. Екі қолын төбесіне қойып зәтте бола безген. Сөйтсе онысы бекер болыпты. Жамандықтан қашып құтылу қиын екен. Жамандық қайда болсын іздеп табады екен. Жамандық қайда болсын іздеп барады екен. Ағайын туған арасын ащы қылар, ұйыған елдікті індеттеп, ірімтіктетер бақастықтың көп-көп кесірін жалғыз қызы көрмей-ақ, білмей-ақ өсуін тілеген. Қызының таза өсуін көксеген көңіл шіркін сол ардақ күн ертең бой жетіп, құтты қонысына ұзатылғандай гәп болса, бәрібір сол қиқу-сиқу ел ішіне баратын бағамға алдым екен. Сынықтан басқаның бәрі жұғады. Бая-шая жұрт кіршіксіз жанды бұзбауына кім кепілдік бере алады? Жоқ. Ел іші алтын бесік дейтіні қайда? Әлде басына іс түсіп қысылған шағында, немесе өзге жұрттың бодауында жүрсең қадірі білінер ме? Мүмкін мұныкі әншейін еркелік шығар. Я, еркелік қой. Артымызға қарамай, басымыздан сөз асырмайтын намысшылмыз. Әйтпесе бір атым Насыбайға өкпелескен абысындардай, тосыраңдай қашатын
қылық мұның ғана міні ме? Егер шайлығыңнан айырылып от пен суға қарап қалшы, бәрібір сол итте болса туғаныңды табасың. Ырылдайсың, қаппайсың, содан артығын таппайсың. Мұныкі ерлік қой. Мұның және қимайтыны шешесінің елге көшіп бар деген өсиеті тұғым. Шақшадай басы шарадай болған қожа өзін екі оттың ортасында жүргендей дәрменсіз сезінетін. Әйткенмен ол сол туған жер, өскен елін қаншама ет бауыры елжіреп жақсы көрсе, осынау шағын ғана шаңырақтың іргесі сөгіліп, қариясы сұлап жатқанда сол елден, сол ағайын туғаннан жаназаға бірде-бір қатысып, бір уыс тапырақ салмағаны, бірде-бірінің төбесін көрсетіп, көңіл айтып бата оқырға келмегені елжіреген ет жүректі суыта мұздата түсетін. Ол мәңгі бақида сол ауылға қайтып көшіп бармайтынын түйген көкірегіне. Шешесінің мүрдесін тастап қайда бармақ? Тіріде сыйласпаған, өлгенде жыласпайды деген тегі раста. Заман деген қандай алақұйын едің. Мынау күздің аласапыраны секілді. Мынау күздің қатал да қатқыл суығы секілді. Мынау күздің өңменнен өтер ызғары секілді. Мынау күздің қош-қошын айтып өлімсірей сарғайып бара жатқан өңі секілді. Тегі мынау алыстындағы атын тебініп, қалғып-шұлғып келе жатқан қожаның өмірі секілді.